немесе жақсы. Қазір онда пилкалап жіберейін тырнағыңызды. Бірінші мынадай пилкамен тырнақтарымыз сондай әдемі екен. Мен шамалы ғана тек формасын келтіремін, қатты алмай. Формасы осындай 4 бұрыш болып қала берсін. Осы жарасады. Қазір істеп жүрейін, сүртіп жіберейін. Қазір енді келесі мынандай пилка. Шамалы ішкі жағын былайынан алып жіберейін. Лак жағасы ба? Қандай лак жағасы? Қазір щеткамен сүртіп. Гель лак па немесе чай лак? Чай лак па? Жақсы. Егер де гель лак болса, бізде 6000 болады. Чай лак 4000. Енді мынандай. Бірақ чай лакта ол жақсы ұзақ тұрады. Ешқандай уайымдамаңыз. Кейін чай лакты үйде өзіңіз өшіре саласыз. Өйткені гель лак болса үйде сіз оны арнайы нелер болмаса, аспаптар болмаса, оны өшіру өте қиын ғой. Сол үшін қайда бір жерге барайын деп едіңіз немесе чай? Мерейтойға дайындық па? Өте жақсы. Қазір енді жүріп жүрейін. Енді қазір тағы да соңғы мынадай былай бетін тек тырнақтың бетін тегістеп жіберемін.
осымен тырнаққа былай лак жаққанда ұзағырақ тұрады да осымен сүрткенде. Осыны жамал алайын. Кішкене ғана иісі бірақ жаман-ақ иә. Құрамында спирт болғасын ғой. Қазір қолыңызды сүртіп жіберейін. Иісі қазір кетеді, иә, өзі ұшып кетеді. Өте жақсы. Енді қандай түс қалайсыз, лак? Жасыл. Жасыл бар, иә. Мынандай әдемі жасыл. Жасыл емес енді бұл. Қазір өте мынандай модада дейді ғой. Тиффани, иә. Солай Тиффани деп аталады. Қателеспесем осындай. Өте жақсы түс. Осыны қарайсың. Осыны бояп берейін. Көйлегіңіз түсі қандай? Онда иә, онда келу керек сізге. Қазір. Келіңіз қолыңызды. Қалай түс әдемі? Өте әдемі түс, иә. Ашып тұратсын қолыңызды, иә. Қазір тағы алба. Бұл біздерде осы жаңадан келген лактар өте жақсы. Ұзақ тұрады. Суға салсаңыз да кетпейді. Қазір келесі тырнағымызды ағып жатыр. Келіңізді осылай. Жалпы тырнағыңыз өте мықты екен. Көп сына бермейді ме? Өте жақсы. Ол яғни сізде кальций жеткілікті деген мағынаны білдіреді. Өйткені егерде біздің ағзамызда кальций жетіспейтін болса, онда ол бірінші сол тырнақтан білінеді. Тырнақ слава стейт та солай, сына береді.
Достар, тағы да сәлем. Сіздерге видео ұнады деген үміттемін. Және де әдеттегідей видеоның соңында сәлем жолдаймын. Бүгінгі 7 адам. Бірінші Рима Перекалиева из Актөбе. Рима Перекалиева, привет. Екінші Шадияна Түркістаннан. Шадияна, сәлем. Үшінші Бақнұр Алматыдан. Бақнұр, сәлем. Төртінші Тоқтаева Анель Ерболқызы. Тоқтаева Анель Ерболқызы, сәлем. Бесінші Аманбек Нұрай Шаян ауылынан. Аманбек Нұрай, сәлем. Алтыншы Нұрай Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданынан. Нұрай, сәлем. Және жетінші Жақсылық Ләззат Атыраудан. Жақсылық Ләззат, сәлем.